арманым табиғаттың әсемдігін тамашалау еді. Осы мақсатпен біз отбасымызбен жазғы демалыс кезінде Алматы қаласына саяхатқа бардық. Біз саяхатымызды ең әуелі Алатау баурайындағы тау шатқалында орналасқан әлемге танымал медеу мұз айдынына барып, шымбұлаққа көтерілуден бастадық. Біз оған әуе жылжымалы көлігімен бардық. Әуе жылжымалы көлігімен барудың өзі бір ғанибет, қорқынышты да. Тау шыңындағы қарлар, тауға қадалған бұлттар, таудан сақырап ағып жатқан мөлдір таза бұлақ, бәрі әсем бейне секілді. Қарасаң көз тоймайтын табиғаттың сұлулығы, салқын тау самалы есіп тынысыңды кеңейте түседі. Шымбұлақта таудың басы болғандықтан, жаз мезгілі болса да ауа райы тым салқындау болды. Табиғаттың сұлулығын тамашалау ерекше бір сезімталдықты тудырды. Қысы жазы жасыл түске боялған әсем сұлу шыршалар ерекше әсер қалдырады. Содан соң орталық хайуанаттар бағына бардық. Түрлі жабайы аң құстарды, жануарларды көріп тәнті болдық. Мәселен, елік, керік, алақұлан, қарақұйрық, мүйіз тұмсық, жолбарыс, арыстан, піл, оркейек, біз теледидардан ғана көріп жүрген анаконда, қолтырауын, тоты құстар мен бүркіттер, кесірткелер мен тасбақа және тағы басқа бауырмен жорғалаушы аңдар. Хайуанаттар бағының тарихы және тағы басқа терең мағлұматтар білдім. Мен жабайы жылқыға отырдым. Арбаға отырып, хайуанаттар бағын араладым. Бәрі сондай қызықты болды. Осындай табиғаттың сұлулығын шексіз тамашалап, бақытты бал дәурен бал күндерімізді қызықты, көңілді өткізуімізге, жанымызға рухани азық алуға қажетті құндылықтар. Ол еліміздің бейбітшілігі, тәуелсіздігі, өркендеуі деп білемін. Мен табиғаты әсем, сұлу, жері бай, халқы жомарт қазақ жерімен мақтанамын.